өзім тапсырып кетейін. Шу ауданы Төле би ауылдық округінің әкімі Жақынқұлов Арнұр Ермекбайұлы. Біз енді мына жиналып отқан себебіміз қоғамдық тыңдау бойынша Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына, яғни қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткіземіз. Яғни қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Қоғамдық тыңдаудың негізгі мақсаты қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және видео жазба жүргізілуде. Біріншіден енді қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайлап алу керекпіз. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы Андикулов Алмас Момынханұлы. Жалпы енді осы мынау қоқыс қалдықтарын шығаратын полигонға рұқсат алу бойынша тыңдау өткізуіне байланысты ашық деп жариялауға дауыс береміз. И және хатшының сайлауға ашық дауыс берейік. Келісеміз бе? Жалпы енді хатшы сайланды. Мынау енді қоғамдық тыңдаудың нәтижесі бойынша қоғамдық тыңдаудың қорытындысына сәйкес біз қазір мынау полигонға эмиссиялық рұқсат алу бойынша оған дауыс берейік. Қарсылық дауыс берейік. Бірауыздан келісеміз бе? Қарсы ешкім жоқ, иә? Жалпы енді қоғамдық тыңдаудың қорытындысына сәйкес ешқандай қарсылық қадам білдірген азаматтар жоқ. Бір дауыстан барлығы рұқсатын беріп отыр. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаушылардың қатысушылары. Сіздер мынау қатты тұрмыстық қалдық полигоны Шу ауданы Төле би ауылдық округінің Төле би ауылының оңтүстік батысына қарай 1100 шақырым жерде орналасқан. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үстінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау кезінде қабылдау, сақтау және одан ары оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға және көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануынан қорғауды қамтамасыз етеді. Және кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады, жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Жылыту үшін кәсіпорын тұрмыстық көмір пешімен қамтамасыз етілген. Біз қатты тұрмыстық полигонда барлығы 9 ауаны ластаушы көздері бар, оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығарындылары 13 ластаушы заттардан тұрады. Нормативті шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар жылына 70 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 67 тонна және газ тәрізді заттары 2-3 тоннаны құрайды. 2026 жылы 70 тонна берілсе, 2027 жылы 72 тонна, 2028 жылы 74 тонна, 2029 жылы 76 тонна, 2030 жылы 78 тонна, 2031 жылы 80 тонна, 2032 жылы 83 тонна, 2033 жылы 85 тонна, 2034 жылы 88 тоннаны құрайды. Қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша жылына 2026 жылдан бастап полигонға 9107 тонна қатты қалдықтар шығарылады. 2027 жылы 9380 тонна, 2028 жылы 9661 тонна, 2029 жылы 9951 тонна, 2030 жылы 10252 тонна, 2031 жылы 10557 тонна, 2032 жылы 10874 тонна, 2033 жылы 11200 тонна, 2034 жылы 11536 тонна, 2035 жылы 11882 тонна. Бұл жерде қатты қалдықтардың өсуі халықтың өсуіне байланысты есептелген. Сброспен ақпады ғой. Сұрақтарыңыздар болса, қойыңыздар.
Сұрақтарыңыз бар ма? Полигон бойынша. Жылына сонда 9 тонна ма? Bir жылда? Қатты қалдық бойынша. Жоқ, аха 9107 тонна 2026 жылы. Халықтың санына қарай Есептелген ғой бәрі. көбейеді. Az емес па деген ғой бізге? Жоқ, аз емес. Біз енді 5 гектар ма біздің полигон? Аха. 5 гектар халықтың жер территория алса нормально. Уже кеше анау Мойынқұм ауылынан сұрақ болып жатыр сіздердің полигондарыңыздың Көшіру бойынша ма? көшіру бойынша. Енді ол кезінде бізде басқа аумақта орналасқан болатын кезінде бұрынғы совет үкіметі кезінде келетін полигонбыз. Кейіннен ол жақтарға үйлердің құрылыстарының көп жүргеніне байланысты полигонбыз 21 жыл көшірген ғой. Мына полигон десе 20-шы жыл көшірген болды. Енді жалпы 20 жыл күзде. ондай ұсыныстар өзімізге де келіп түсіп отыр. Жалпы енді бізде қазір өзімізде ауылдың іргесінде жайылымды жер болмауына байланысты біз қазір басқа мекенжайға, басқа территорияға көшіру мүмкіндігі шынына келгенде жоқ. Енді ол барлық жерде бізде ауылдың шет-шетінің бәрінің іргесінде болған жайылым жер болғаннан кейін кәдімгі бақта ғой да өзіміздің ауылдың шағын көшіру мүмкіндігі жоқ. Енді жалпы біздің қазір жұмыс істеп жатқан бағытымыз мүмкіндігінше доверительное управление дейміз ғой, қайта өңдеу бойынша, доверительное управление өңдеу бойынша сол кәсіпкерлерді іздестіріп жатырмыз. Кәсіпкерлер табылса, сол қайта өңдеу жұмыстарының жаңағы керекті қажетті оборудование алып қойып, баклажканы өңдеу, полиэтилен пакетті өңдеу деген сияқты, темір өңдеу, мысалы болмаса айнек өңдеу деген сияқты жұмыстардың, сондай жұмыстардың кішкене негізі қойды. Жалпы действительно ол проблема бар. Қасында Мойынқұм ауылының қасында Еңбек ауылы бар, Жеңбек ауылы бар. Осы екі ауылдан көбінесе шағын көп түседі. Яғни ол жерде жаңағы жайылым болғаннан кейін салқындардың шуы байланысты, сол салқындардың мал қоректенуіне байланысты кішкене сондай наразылықтарымыз бар. Басқа сұрақтарыңыз жоқ? Қорытындысын талқылай жүрсіңіз. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысына сәйкес 2026 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларды экологиялық рұқсат алу бойынша жолы құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасына платформасында орналастырылатын болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.